Саламатсыз ба? Python тілі туралы сабақтарды жалғастырғым келіп тұр. Кішкене бір ескерту айтып кетейін бірақ. Мен кәсіби бағдарламашы емеспін. Соны ұмытпау керек. Мен мұғаліммін. Сондықтан Python тілінің негіздерін үйретіп, белгілі бір жолға салып жіберу сол мұғалімнің мақсаты. Ал енді дұрыс жолға түскен оқушы ары қарай өзі алып кетеді енді. Бұл бірінші кішкене ғана менің ескертуім. Ал енді алдын Python тілінде массив құру туралы видео жарияладым. Массивті NumPy деген атты модуль немесе кітапхана арқылы жасау туралы айттым. Әрине, NumPy деген кітапхана өте қуатты, өте мықты кітапхана. Оның ішінде массивті құрып қана қоймай, оған әр түрлі күрделі математикалық амалдарда, логикалық амалдардан қолдануға болатын модульдер бар. Және атап айтатыны NumPy модулі өте үлкен деректермен талдау, сұрыптау, басқа да есептеу амалдарын орындауға арналған. Өте үлкен деректер қорымен жұмыс істеуге арналған. Сол себептен NumPy модулін ғылыми қызметкерлер, зерттеушілер, математиктер, экономистер, басқа да үлкен деректермен, яғни Big Data саласында шұғылданатын ғалымдар, мамандар пайдаланады бұл модульді. Әрине, ол модульді қолдануды білген өте үлкен мүмкіндіктер береді. Дегенмен, массивті жеңіл жолдармен құратын әдістер бар. Бүгін соған тоқталмақшымын. Массивті қалай құруға болады? Жеңіл ғана NumPy модуль кітапханасын қолданбай. Сол туралы бүгін әңгіме жасаймыз. Ал NumPy модулін немесе кітапханасын пайдалануға біз кейін қайта ораламыз. Оны айтып өтейін. Сонымен сабақтың тақырыбы бүгінгі мынадай болатын шығар. Python'да тізім немесе массив құратын программа жазу. Бір ескертіп өтетін жағдай бар. Массив деген ол тізімнің бір түрі деп айтуға да болады. Айырмашылығы қандай? Тізімнің элементтері тек қана сандар емес, жолдар да бола алады, түрлі таңбалар да бола алады. Тіпті тізімнің элементі тізім де бола алады, массив де бола алады. Тізім деген массивке қарағанда әлдеқайда кеңірек ұғым. Ал массив деген ол негізінен алғанда бір тектес мәліметтердің жиынтығы. Оның ішінде әсіресе сандардың жиынтығы. Яғни массивтің элементтері сандар болу керек. Бүтін сандар болуы мүмкін, int типтес, немесе нақты сандар болуы мүмкін, яғни float типтес. Массивті сондай деректерге құрылады. Ол болса, біз Python'да тізім құратын программаны үйреніп бастасақ, бір жағында массивтерді құру ешқандай қиындық тудырмайды. Өйткені ол да бір тізімнің бір түрі. Міне осыны алдынан айтып өтеміз. Олай болса, қазір негізгі тақырыбымызға өтуге келді. Алдымен тағы бір айтып кететін мәселе бар. Массивті немесе тізімді екі бөліп айтып жүрмеймін енді бұдан былай. Сабақ кезінде тізім деп айта беремін. Тізімге қолданылатын амалдардың барлығы массивке де қолданылатын ескеру керек.
Міне осымен негізгі тақырыбымызға, яғни программа құруға өтейік. Міне мынау PyCharm бағдарламаның ортасы. Осы жерде мен қажетті талдайтын программамызды өткенде айтқанымдай жазып дайындап қойғанмын, уақытты үнемдеу үшін. Осы программаны біртіндеп талдап шығайық. Осы мен жазуларын біраз іргетейін, жақсы көріну үшін. Басынан бастап бір жүгіріп өтеміз. Әр жолдың әрине өзінің мағынасы бар, оны білетін шығармыз. Сонымен бірінші қатардың алдында тор белгісі тұр, немесе шап дейді. Әрине алдыңғы сабақтармен танысып жүрген оқушы болса, немесе мұғалім болса, мұны біледі. Бұл комментарий, немесе түсініктеме. Дәл осы жағдайда мен жазатын программамыздың тақырыбын комментарий түрінде жазып қойдым. Сан тізімін жасау. Атап өтемін, сандардың тізімін жасап көрейік бүгінше. Кейін біз әртүрлі тізімдерді құру және оларға әртүрлі амалдар қолданумен шұғылданатын боламыз, және ешбір қиындықсыз үйреніп аламыз әлі. Бірақ әр сабақты, темақты шұғылданып көрген, түсінген программаларды әрине өзі жеке жазып, қолдан өткізіп, орындатып үйрену керек. Өздігінен жазбайынша программа үйрену мүмкін емес. Мен ғана емес, барлық жерде қайта-қайта айтылады осылай. Осыны ескеру керек. Екінші қатарда тізім деген айнымалы енгіземін. Оң жағында теңдіктің 2 квадрат жақша тұр. Міне осы квадрат жақша деген бұл нағыз тізімнің белгісі. Яғни тізім деген айнымалыға бос тізімді тағайындап тұрмын. Қарапайым сөзбен айтқанда, бос жиын белгілеп тағайындап қойдым алдын ала. Міне ол бос жиынға бір айнымалыны бекітіп қойдық. Тізім деген атаумен осы бос жиынды біз толтыруымыз керек. Сандармен. Мақсатымыз осы бос жиынды сандық элементтермен толтыру және экранға басып шығарып көру. Программаның орындалып жатқанын анық көріп тексеруіміз керек. Яғни программаны тестілеуіміз керек деп айтылады. Қайталауын біз тізім деген айнымалыға бос жиынды тағайындадық. Келесі үшінші қатарға өтейік. Бұл жерде тағы бір айнымалы енгіземіз. Ном деген ат қоя салдым. Сан дегенді білдіреді. Және input операторын алдыңғы сабақтардан білеміз. Ол программаға алғашқы мәндерді енгізу операторы. Жазып тұр оның аргументі бүтін саны енгіз дейді. Бұл программамен жұмыс істейтін адамға ескерту. Бүтін саны енгізу туралы. Білсін деп. Ал енді тағы бір әңгімені айтқанбыз. Input операторымен енгізілген мәндердің бәрін программа жолдап қабылдайды. Ал бізге сандық элементтер керек. Сол себептен input операторы бірден int деген, яғни бүтін сан болсын деген кілттік сөзге немесе операторға, оператордың ішіне қойымыз. Int операторын input операторын кигізіп қоямыз деп айтады кейде. Міне осы қатар орындалған кезде интерпретатордың қарау экранында бізден он сұралады. Бүтін сан енгіз деген жазу шығады, курсор жықылықтап бізден мән сұрап күтіп тұрады. Біз мән енгізіп, энтерді басқаннан кейін ғана программа ары қарай жылжиды. Ол кішкене қайталау есебі. Келесі қатарда while деген қайталану командасы. While деген қазақшылағанда әзірше деген сөз. Әзірше дейді. Мұн айнымалысының нөлге тең емес дейді. Мұның мағынасы мұн айнымалысының мәні
нөл болғанға дейін сол қайталау командасының блогындағы командаларды орындай бер дейді. Бұлай қайталану командасының, яғни циклдің екі командасы бар. Сол екі команда оның айнымалысы нөлге тең болғанға дейін орындала береді. Бұл не үшін керек? Бұл сол циклді қажет уақытта өзіміз тоқтату үшін керек. Біз тізімнің элементтерін жеткілікті түрде енгізгеннен кейін циклді тоқтату үшін нөл санын енгізуіміз керек. Сонда оны берілген шарт, яғни оның нөлге тең болып қалады. Шарт бұзылады. Сол кезден бастап циклді тоқтайды. Онымен программа тоқтамайды. Цикл тоқтайды. Ал программа, компьютер циклден кейінгі print командасын орындап экранға басып бер деген нәрселерді, яғни программаның нәтижелерін басып шығарып береді. Міне жазып отыр, тізім деген айнымалда мұның мәндері енгізілсін дейді. Одан ары қарай не болатынын қазақша айтпай тұра тұрайын енді. Міне осы программамыздың негізгі бөлігі. Осы бөлігі орындалған кезде біз қаламызша бірнеше сандардан құралған тізімді жасай аламыз. Әрине тағы да ескеру керек, дәл осы жағдайда біз тізімнің элементтері тек сан болсын деп өзіміз сандық элементтер енгізуіміз керек. Оны ескердік біз int операторы арқылы. Бұл негізгі әңгіме. Ал енді сәл төмен қарай түсінейік. Ол үшін мына белгілердің бәрін алып тастайын, кедергі жасамасын. Сөйтіп программаны сәл жоғары көтерейін. Программаның нәтижесі шақты ғой print арқылы 7-ші қатарда. Одан кейінгі қатарлардың не қажеті бар деген сұрақ туындайды әрине. Оны мен өзім қосымша қостым. Қосымша бір қажетті білімдерді бірге игеріп кету үшін. Бұл жерде print операторының аргументтері қызық біз үшін. Мына алғашқы print бойынша біз енгізген тізімнің элементтері, яғни сандар бір қатарға шығады. Мысалы біз сандар енгізсек, мынандай үтір арқылы бір қатарға 1, 3, мысалы 20 деген сияқты үтір арқылы сандар бір қатарға шығады да, кейін квадрат жақшаның ішінде тізім түрінде шығады. 7-ші қатар орындалған кезде. Ол да керек болады кейбір жағдайда. Бірақ кейбір жағдайда біз нәтижені басқаша алғымыз келеді. Өйткені біздің мақсатымызға сол басқаша, тізімнің басқаша алынуы қажет болады. Сол үшін айтайық, 9-ші қатардағы print'тің аргументін байқаңыздар. Алдыңғы 7-ші қатарымызға ысырсақ, аргументтері басқаша орналасқан. Не білдіреді? Мағынасын айтайық. Біріншіден, тізім деген айнымалының алдында жұлдызша белгісі тұр. Жұлдызша бүгін көбейту белгісі емес пе? Көбейту амал емес пе? Иә, бірақ жұлдызша белгісінің тағы бір қызметі бар. Өте жақсы. Міне осы жұлдызшаның арқасында тізім деген біздің енгізген тізімнің элементтері бір-бірінен бөлектеледі. Яғни тізімнің ішінен элементтері бөлек-бөлек шығарылады деп айтсақ болады. Яғни мынау квадрат жақшалар жоқ болады да, сандар бөлек өзі сандардан қатары ретінде шығарылады. Тағы айтамын, тізімнің алдындағы жұлдызшаның арқасында. Көрдіңіз бе, бір жұлдызшаның өзінің үлкен қызметі бар. Ал оны неге керек дегенде, тізімнен шығарылған элементтер, яғни сандар әртүрлі орналасуы мүмкін енді. Бір қатарға ғана емес, мысалы, бірінің астына бірі әр элемент бір-бір қатарға орналасуы да мүмкін, бір-бір жолға. Бізге сондай орналасқаны ыңғайлы екен дейік, қажет екен дейік. Ондай мысалдарды кейін қарастырамыз әрине. Олай болса, ана жұлдызшаны мен не үшін қолданғанын қазір программаны орындатқан кезде одан да түсініктірек болады. Ол
тізімнің элементтерін тізімнен шығарып жеке сандар түрінде орналастыру. Мұны жазып қойдым. Ал енді оның қасына сет деген параметр пайдаланып тұру, сепаратор деген, яғни бөлектеу деген мағынада алынған. Ол принт операторының параметрі, кейде ол да керек болады. Ол оператор мынау тырнақшаның ішіндегі кері бөлігімен N деген әріптің қатарынан тұрады. Ол тізбекті басқару оператор деп аталады. Ол не үшін қолданылады дегенде, ол мұны жаңағы айтқан мынау тізбектің элементтері бар ғой. Соларды бір элементті басып шығара алмай экранға, келесі элементті келесі жолға көшіру үшін керек. Үшті бірдің астына көшіру үшін, жиырманы ол үштің астына көшіру үшін. Яғни әрбір элемент бір жолға басылады. Яғни тігінен колонкаға басылады, қатарға емес. Міне сол колонкаға басу, мынау теріс кері бөлігімен N деген тізбектенген басқару командасы арқылы орындалады. Бұны қазір нәтижеде байқап отырмыз. Міне көріп отырсыз, 9-шы қатар ол бекер емес екен. Ол бірнеше амалдарды орындайды екен. Қажет кезінде әрине. Мен әрине бүгін көрсете салайын деп, алғашқы 7-ші қатарға қосымша қоса салдым. Салыстырып көрейік, түсінген жақсы болады. Программа жазсаңыз, екеуін де бөлек-бөлек пайдаланып көріңіз. Және өзіңіздің құрал жабдығыңыз ретінде сақтап қойыңыз да тиімді пайдаланыңыз. Екеуін де. Ал енді 10-шы қатарға өтсекші. Тізім нүкте сорт. Тізім деген ол біздің тізімнің жаңадан құрылған тізімнің аты. Тізім деген. Тізім айнымасы бізге қажетті тізімді меншіктеп тұр. Ал енді сорт деген, сол тізім деген айнымалына әдісі деп аталады. Методы. Тізім деген айнымалының немесе тізімнің әдісі сорт деген. Сорт деген сорттау деген сөзден алынған. Сортировка, сорттау деген мағынаны білдіреді. Содан ақ түсінікті шығар, біздің тізімге енгізген сандарымыз не өсу ретімен, не кему ретімен берілмейді. Әртүрлі аралас түрде беріледі. Яғни тізімнің элементтерінің орны біз үшін маңызды емес. Үлкені бар, кішісі бар енгізе береміз. Бірақ 10-шы қатарға келген кезде тізімді сорттау командасының арқасында тізімнің элементтері өсу ретімен реттеліп қалады. Міне егер тізімдегі элементтерді өсу ретімен орналастырып алыңыз келсе, нәтижеде, онда осы сорт әдісін қолданыңыз. Немесе дәл осы амалды орындайтын sorted деген функция бар. Сол функцияны қолдануға болады. Онда қиын емес, дәл осы сорт әдісі сияқты қолданылады. Ондай мысалдарды болашағы қарастырамыз. Одан кейін 11-ші қатар бос орын тастап кету үшін, 12-ші орында бос орын тастап кету үшін экрандағы мәліметтер немесе деректер бір-біріне тақалып көрінбей қалмасын деп екі қатарды, екі жолды бос орын тастап кеттім. Ал енді 13-ші қатарда не тұр дегенде, міне жаңағы элементтері өсу ретімен сортталған тізімді көруіміз керек емес пе экранмен. Сол сортталған элементтері өсу ретімен орналасқан тізім деген тізімді экранға сандар тізімі деген тақырыппен шығарып береді. Тағы да айтамын, сандар тізімі деген сөз тақырыбы, ал оның қасындағы кері бөлігімен N деген ол бір жолдан келесі жолға өткізетін команда. Жақсы міндет атқарады. Міне программаны талдауы және осы программаны қазір орындатып көреміз. Қалай тізім жасалады екен және бұл тізім қалай шығады екен экранға. Бұның бәрін біз программаны тестілеу нәтижесінде көреміз. Әрбір программаны жазған кейін міндетті түрде бірнеше рет тестілейді. Қате болса, ол қате жөнделеді. Содан кейін дұрыс нәтижеге жеткеннен кейін ғана тестілеуді тоқтатып программаны сақтап қояды. Программаны
файл түрінде сақтауға болады. Немесе кәдімгі текстік құжат түрінде сақтауға болады. Немесе осы бағдарламаның ортасында программа түрінде сақтап қоюға болады. Біз программаны файлға сақтауды және файлдан қайтадан оқып алып пайдалануды келесі сабақтарда игереміз. Оның барлығы өте керекті тақырыптар. Ал енді қазір мына программаны орындатып көрейік. Яғни тестілеуге өтейік. Программаны biraz кішірейтейін. Орындату үшін жоғарыдағы Run кнопкасын басамыз, орындататын. Сонда интерпретатордың экранына шығады. Командалық қатары шығады. Мен астында көріп тұр, сәл ашыңқырап қояйын. Бұл жерде дереу бағанағы айтқан бүтін сан енгіз деген бізге түсініктеме сөз шығып тұр. Енгізе бастайық қана. Айтайық, біз 10 саннан тұратын тізбек құрмақшы екенбіз дейік. 10 түрлі сан енгізейік. Ретіне қараймыз, енгізіп кете береміз онға келген сан. Мысалы, бірінші элементі, екінші элементі, үшінші элементі, төртінші элементі, бесінші элементі, алтыншы элементі, жетінші элементі, сегізінші элементі, тоғызыншы элементі және 10-шы элементі. Мен 10 элементтен тұра қойсын. Ал енді осы жетеді деп тоқтайтын болсақ, бағана айтқанымыздай, нөлді енгізе саламыз. Нөл дегенде эндерді басам. Болды, программа орындау нәтиже берді. Ал енді көрейік нәтижесін. Программада біріншіден қате жоғалған. Оны өткен видеода да айтқанмын, ал оны тексеріп, бірінші рет орындап, қателерді өңдеп, жазып дайындап қоямын. Уақыт үнемдеу үшін деген. Ал енді міне қарасақ, сандар тізімі деген тізім шарттың бірінші. Бағана айтқанымыздай тізімнің элементтері бір қатарға үтірлер арқылы беріліп тұр және квадрат жақшаның ішінде. Яғни нақты тізім түрінде біз тізімді шығарып алып тұрмыз экранға. Ал элементтердің бөлек-бөлек бір-бір жолдан көргіміз келсе, яғни тігінен баған түрінде көргіміз келсе, бағана айтқан әңгімелерді қолданып, біз мұны қолда шығарып алуымызға болады қажет уақытында. Бұл да қажет болады. Бұндай мысалдар әлі айттым ғой, қарастырамыз әлі. Ал енді бұл жерде сандар ретсіз орналасқан. Ал енді оларды біз қазір өсу ретімен қалай орналастырамыз, бағана сорт командасын жібердік қой, ол да орындалды. Сол сорт командасынан орындалғаннан кейін нәтижені көрейік енді. Міне сандар тізімі деп тақырып қойды. Енді элементтерге байқап қараңыз. Элементтер қарап қалай орналасқан. Көрініп тұр ғой енді. Ең кіші -45-тен бастап өсу ретіменен ең үлкені 123-ге дейін ретпен тізім түрінде квадрат жақшаның ішінде беріліп тұр. Яғни программаның мақсатының бәрі дұрыс орындалған, тестілеуден өте жақсы сәтті өтті деген сөз. Болды, бұл программаны сақтап қолда салуымызға болады. Әрине, дәл осылай әдістерді қолданып, массивті әртүрлі мақсатта әртүрлі қылып жазу мүмкіндіктері бар. Өздеріңіз әртүрлі қылып жасап көруіңіз керек түрде. Оны көп қайта-қайта айта беретін себебім, егер өзіңіз жазып, немесе оқушы өзі жазып, өзі қателесіп, оны қателерін жөндеп, өзі ойланып, өзгерістер енгізіп, осы мына көрген программаға шұғылданбаса, ешқандай нәтиже болмайды. Құра теориямен программалауда ешқандай нәтиже болмайды. Теория практикамен сол мезгілде, бір мезгілде қатар жүру керек. Бұл программалаушы болудың ең бірінші шарты. Оны мен ойлап тапқан жоқпын егер, барлық жерде нағыз программистер үшін айтады. Сондықтан осыны
ескеріңіздер, жақсы практика жасап жүріңіздер. Міне болды. Тыңдағаныңызға рахмет. Осындай жақсы сабақтар, Pythonның небір қыр-сырларын көрсететін сабақтарда күтіңіздер. Мен жақсылап дайындай берейін, көрсете берейін. Сау болыңыз.